Сәлем достар, Махаббат ертегі киносының 22-ші бөліміне қош келдіңіздер. Мұнда көптеген қызықты эпизодтар болады. Сондықтан менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Бұл киноның басында Махир атасының халін сұрауға больницаға келіп отырады. Және ол жерде тек қана өзінің Жанфиза ғана үйленетінін мәлімдейді. Бірақ оған атасы рұқсатын береді. Яғни мен енді қарсы емеспін, өзің жүрегің қалаған қызға үйлен дейді. Және ол түсінде Махирдің әкесі обручалка беріп жатқан және оны Шахризат деген қызға бер деп жатқанын көрген екен. Және соны Шахризат деген кім деп сұрайды. Шахризат деген сол Жанфиза, ол мен оның атын әлі сұрамаған кезде мен оны солай атағам дейді. Сонда Махирдің әкесі де түсінде рұқсат беріп жатқанын естіп, ол шынымен қуанып кетеді. Шын ба ата, рұқсатыңызды бердіңіз ба деп, ол сол жерде қуанып кетеді. Иә балам деп қолын сүйгізеді. Ол өзінің әкесін өлтірген қыздың әкесі өлтірген адамның қызына үйленсе де соған рұқсатын береді атасы. Ол солайынан менен қаншама бойынан жүк түскенін білсеңіз ғой, маған рұқсатыңызды бергеніңізге рахмет деп больницадан қуанып шығады. Және шығып келе жатқан кезде өзінің әжесін көріп қалады. Және әжесіне сен не деген шайтан едің, істеп жүргенімді мен білмейді деп ойлайсың ба, сен адресті Сәлімге бердің, солай өзің қайттан құтқардың деп. Соны мен білмей қалады деп ойладың ба, мен сенің айтқаныңмен жүретін 16 жастағы бала емеспін. Мен өз тағдырымды өзім шешем. Мен Жанфизаға үйленемін, сен әйтпесе болмаса мен басқаша түрімді көресің деп әжесіне ұрсып кетеді. Ол сенің әкеңді өлтірген адамның қызы, сен оған үйленбейсің десе де сенің ешқандай шаруаң болмасын деп әжесіне барлығын тоқтатуын сұрайды. Ал Жанфиза болса өте көңілсіз күйде, яғни әжесіне бар мұңын шағып отырады. Ешкімді көрмейтін Махир келмейтін жерге кетейікші әже деп. Сен не қыл десең сол болады, кетеміз десең кетеміз қызым деп әжесі де поддержка беріп отырады. Енді қолымыз байлаулы болып отыр, Сәлімді таппайтын жерге кетейік деп ойласып отырады. Ал Махирдің атасы больницада жатып, Сыланы басқа қалаға, яғни Лондонға жіберуге келісіп жатады. Оны сенімді адамға тапсырып, ертең кездесетін жерлерін айтады. Және сол уақытта оның больницасына қасына ұлы келеді. Және оған сорпа келгенін айтады, бірақ ол ішпеймін дейді. Неге ішпейсің дейді, менің қасымда бол, ал Махир жаны кетіп қалды өзінің шаруаларымен дейді. Ол қайда кетті дейсің, сол әлгі қызға кеткен шығар оның дейді. Сол моментте Махир Жанфизаның үйіне келеді, бірақ есікті ашпай, есіктің сыртынан екеуі бірге сөйлеседі. Мен сенімен сөйлеспеймін, енді келу шуыма Махир, мені қинама, енді көргім келмейді деп ұзақ тұрады. Мен сенің екеуміз қосылмаймыз енді деп біраз екеуі сөйлесіп тұрады, бірақ оған Махир кеткісі келмей тұрады. Махир бірақ кетпейді. Ол бәрі ұйықтаған соң терезе арқылы кіріп, ұйықтап жатқан Жанфизаның жанына келіп бірге ұйықтайды. Оның сұлулығына тамсанып қасында болады. Бірақ оны Жанфиза көрмейді, яғни ол ұйықтап жатады ол моментте. Және таңға жуық ол өзінің әкелген сақинасын Жанфизаның қолына тағып кетеді. Және қолында болған пиона гүлін сумкасына салып кетеді. Сол моментте шығып бара жатқанын оның әжесі сыртынан бақылап тұр екен. Таңертең шығып бара жатқанын көріп, әжесі Жанфизаның үйіне келеді. Яғни ол өзінің условиясын қоюға келеді. Сендер
бұл жерден кетіңдер, болмаса әңгіме басқаша болады дейді. Менің баламды, немеремді қинамаңдар. Сендердің сенің әжесіне айтады, сенің балаң менің баламды өлтірген. Біз сенімен құдағи бола алмаймыз, сенің қызыңды мен келін ретінде қабылдамаймын дейді. Оған әжесі иә білемін дейді. Яғни мен бүгін сағат 3-те қара машина келіп тұрады, соған мініп кеме арқылы Грузия еліне кетесіңдер дейді. Және ешқашан келіп Махирді іздеуші болмаңдар, оны қинамаңдар деп условиясын қойып кетеді. Және кеткеннен кейін Жанфеза өте қатты қиналады. Неге бұндай менің басыма түсті деп қатты жылайтын болады. Ал Махир Сылаға көндіріп, оның қай жерде кездесетінін, қай жаққа кететінін туралы барлығын түсіндіріп айтады. Сен өтірік, ішім ауырды деп кететін боласың да үйден шығып кетесің. Сөйтіп больницаға бара жатқан жолда мен сені сол машинаға мінгізіп жіберемін дейді. Оны Афат мырза біле ма дейді. Иә біледі деп түсіндіреді. Ал Жанфезаның басы қатады. Ол қандай шешім шығарса әжесі сонымен жүретін болады. Сөйтіп ол жарайды, мен кетемін, басқа амалым жоқ, біз сол қара машинаға мініп Грузия еліне кетеміз деп шешім қабылдап, қасында күтушілермен қоштасып жолға шығып кетеді. Бірақ олар алда не күтіп тұрғанын ештеңені білмейтін еді. Тек қана сол Махирдің әжесінің айтқан жеріне барып машинамен кетпекші болады. Және жолда келе жатып әжесі айтады, қанша бай болғаныңмен алып кететін бірақ сумка, жағдайымыздың осындай болатынын кім ойлаған дейді. Бұның бәріне сен емес, менің балам кінәлі, әлгі ақ сүтімді кешірмеймін деп осы жерде жылайды. Ал сол моментте Киршат мырзаны қинап ұстап отырған командир Рашид мырза өте көп шындықты айтады. Яғни ол өзінің кедей болып өскенін яғни ол шешесі осы өзіне жүктеу болып қалған, және оны айтпас үшін шешесінің тілін кесіп тастаған екен. Яғни оған мен не кінәм бар деп Куршат айтады. Сөйтсе ол әкелері бір болып шығады екеуінің. Және мен кедей болып өстім, және сол ал сен бай болып өстің дейді. Сен сол бай мырзаның молшылықта өскен ұлы болдың, ал мен кедейлікте өстім дейді. Яғни екеуі бір әкенің баласы болып шығады. Және бұның кедейлікте өскеніне және барлығына кегі алам деп өмірден солай өскенін хабарлайды. Және сені жаманатты қылып адам өлтірткізген және бәріне жаманатты қылып қойғанына қуанып тұрады. Соны естіген Куршатты өте қатты таң қалады. Менің қолымды босат, менің не кінәм бар оған деп қолын босатуын сұрайды. Сол сәтте Махир Сыланы машинаға мінгізіп салып тұрады. Сол машинаның ішінде Сәлім болып шығады. Яғни Махирға үнемі сене беруге болмайды деп. Және сен кімсің дегенде мен Сәліммін деп өзін таныстырады Сылаға. Ал Жанфеза мен әжесі болса сол қара машинамен жолға шығып бара жатады, және олардың жолда соткілерін тартып алады. Осылайша бүгінгі сериямыз бітеді. Өте қызықты болып бітеді. Келесі серияны көру үшін менің каналыма лайк басып, комментарий қалдырып кетуді ұмытпаңыз.